Сәлем баршаңызға, сіздермен өте жұмсақ болып келетін блинчиктің түрін дайындайтын боламыз. Өте оңай, әрі тез дайындалады. Менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Алдымен жылы сүтке қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Содан соң жұмыртқамызды салып, жақсылап блинчиктің көмегімен араластырып аламыз. 1 шай қасықты толтырмай тұз саламыз. Содан соң шекер саламыз. Сұйық майымызды құямыз. Тағы да араластырамыз. Содан соң шай қасықтың жартысынан ас содасын саламыз. Ұнымызды 2 бөлікке бөліп салдық. Жақсылап іртігі жазылғанша ұнды араластырамыз. Міне дайын болды. Енді тапамызды қыздырамыз. Содан соң кішкене майлап аламыз. Жабысып қалмау үшін бастапқыда майлап, содан соң барып тек өзін ғана құя береміз. Ожаумен құйған кезде тез-тез тапамызды айналдырамыз. Себебі қалың болып қалуы мүмкін. Содан соң осындай шпажка қолымызда болу керек. Осы шпажканың көмегімен жан-жағын көтеріп аламыз. Екінші бетін аударып, асты қызарғанша тапада ұстаймыз. Міне біздің блинчиктеріміз дайын. Өте нәзік, жұмсақ, дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жансая.